Армысыздар достар, сіздің қалдарыңыз қалай? Бүгінге біз PokerDom сайтыңызда боламыз. Бүгін күшті ойын көрсетеміз. Осы видеоның астына описанияны кіреміз. PokerDom ссылкасы тұрады и промокодымен бірге. Достар, енді бүгінге біз ойнайтынымызды ойын сендерге көрсетем. Дайвер деген ойын басталады. Ойын аты. Сендерге бір схеманы, тактиканы көрсетем, қалай ақшаны көтеруге болады. Қараңыздар достар. Қалай не істейміз? Ставканы 2000 теңге қоямыз, автоводты 2-ге қоямыз. Ал енді осы ойынды бастап мен сендерге схеманы көрсетем. Достар, енді бастайтын кезінде осы описанияны кіріп, PokerDom страницасына кіріп, тіркеліңдер достар, промокодты жазыңдар, бонустар көп болады. Ал енді ставканы бастаймыз. Так, достар, қалай? Мен сендерге ойын көрсеткен ойынды ойнадыңыздар ма достар, қалай екен, жақсы ма, жақсы емес па? Қараңыздар достар, ұтылып қалдым. Ұтылған соң біз ставканы 2-ге көтереміз. 2000-ға 4000-ға көтереміз. Соны көтеріп күтеміз. Қазір сол ұтылған ақшаны ұту керек. Басынан өз қалтамызға салуым керекпіз достар. Сендерге вообще қалай? Ұнай ма краш ойындар? Жақсы ма сендерге? Қазір ол ставка көтеріп кетсе, бәрі жақсы болады достар. Сөйтіп достар, қараңыздар. Ставкамен көп ойнасаңдар, асықпай ақшаны көтеруге болады. Ставканы қойған соң сендер күтесіңдер ғой, дұрыс па достар? Ойлайсыңдар қалай, ұтайын ба, ұтпайын ба? Крашты осы асықпай бізді стратегиямызбен ойнасаңдар достар, бәрі жақсы болады достар, бәрі күшті. Асықпай ойнасаңдар, бәрі күшті болады. Сонымен достар, қараңыздар, мен ұттым. Тағы мен анау 64 000 теңгені қойып, басынан 2000-ға келдім. Тағы бір рет қоям. Көрдіңіз бе достар? Тағы бір рет басынан қойсаңыздар, бәрі жақсы болады. Сөйтіп, ұтылып қалдым достар, көрдіңіздер ме? Тағы бір рет қосам. Сөйтіп, қалдарыңыз қалай? Сендерге жаңа бір историяны айтып берейін. Кеше бір дос баламен отырғанбыз ғой, ол айтқан, қалай ақшаны көтеруге болады деп. Мен осы стратегияны көрсеттім, асықпай. Сендер кейбір ойлайсыңдар, өтірік шығар, ондай ақша болмаса деп. Достар, ақшаға байланысты емес. Қараңыздар, сендер қалтарында 2000 болса, 3000 теңге болса, тағы осы ақшаға байланысты ақшаны қоясыңдар. 500 теңге. 500 теңгені ұттыңдар да, 500 теңгені алдыңдар, дұрыс па? Сол 500 теңгені алып, ақшаны көтеруге болады. Сөйтіп мен досыма айтам, қалай онда сен айтасың, ақшаны өтірік деп, анау-мынау. Мен саған жаңа стратегияны айтып баратырмын, дұрыс па достар? Сол стратегиямен ойнасам, бәрі жақсы болады ғой десем, өтірік шығар. Достар, сендер ойласаңдар, ол бәрі өтірік деп ойнап көрсеңдерші өздерін. Оны ойнап көріңіздер. Біздің стратегиямыз ұтылады. Ұтасыңдар достар. Ойбай, андай өтірік шығар деп көріңіздер бе достар? Өйткені мен сендерді көрсетіп баратырмын. Өз прямой эфирімде, өз видеомда мен көрсетіп бара жатырмын сендерге достар. Қалай мен ойнаймын, осындай ақшаны қалай көтеруге болады. Міне көрдіңіз бе достар? Ұттым. Сол ұтқан соң мен басынан сол 2000 теңгеге басынан түсем. Осылай асықпай ойнасам, бәрі жақсы болады. Сендер асықпай ойнаңдар. Кішкене андай азарға кіріп кетпейіндер достар. Ол өте жаман нәрсе деген. Біздің стратегиямызбен асықпай ставканы қойып, қасыңызда бір сок па, чай ма, кофе ма қойып, асықпай үйде осылай отырып ойнауға болады достар. Міне көрдіңіз бе достар, ұтылып қалдым. Тағы енді көтерем ставканы. Ал енді көрейік достар, ұтам ба, ұтпайым ба. Асықпай ойнайым достар, асықпай. Осылай күнде 1-2 сағат ойнасаңдар,
жақсы, қалтарыңызда ақшаларыңыз бар болады. Осы покердомның өзі сайтында асықпай ақшаны көтеріп алсаңдар тез шешуге болады. Ол жағын қорықпаңыздар достар. Покердом ол тез ақшаны шығарады, күтпейсіңдер көп. Мен басқа жерлерде ойнаған кезде мен көп күттім. Былай қарап, қашан. Мынау покердомға келген соң мен шештім өз атымнан. Мен сол енді покердомға ойнаймын. Неге? Өйткені достар, тез шешілесің ақшан. Сөйтіп өте оңай, промокодтары жақсы, ойнайсыңдар асықпай. Бүкіл ойындар интернетте бар болған ойындар, ол бәрі осы жерде бар. Асықпай ойнап, футболдың ставкасын қойып кішкене. Мен футбол жағынан мен өте андай қарсы адаммын. Сендер футбол ставкаларын қойсаңдар, асықпай осылай крашқа кіріп, бір 2000-3000 теңге қалса ойнап крашты біздің стратегиямызды қосып достар отуға болады. Асықпай ойнасан. Так. Мен басынан түстім. Тоқтаңдар. Көрдіңіз ба достар, кішкене чатасып кеттім. Сол баяғы ақшама 2000 теңге соған ойнаймын. Так. Көрдіңіз ба достар, ұтылып қалдым. Ал енді мен ставканы көтердім 4000 теңге. Сендерге мен айтқандай асықпай отамыз. Ол андай асықпаңдар достар. Бір фильмді қосып, бұлай ставканы көтеріп ойнаңдар. Асықпай, бәрі болады достар, бәрі болады. Так, қараңдар коэффициенттер қандай болатыр. Ең жақсы ойындар ол достар, мен сендерге айтып кетейін, кешке жақын обедтен соң ойнауға болады. Кешке түнге қарай коэффициенттер жақсы болады. Біз коэффициенттерге байланысқа ойнамаймыз, бізге асықпай біздің стратегиямызбен ойнасаңдар бәрі жақсы болады. Асықпай ойнауға болады. Так, ал енді коэффициентті қараңдар достар, x6-ға дейін жетпеді. Ё-майо. Кейбір игроктар бұлай қарап жүресің ғой, қанша не x30-да, x60-да шығарады. Олар рискованный жігіттер екен. Мен оларға таң қалам. Қалай ол? Сен қарап тұрсың, ақшан ұшып бара жатыр. Қазір ставылмасан бол, жоқ дейсің. Рисковать. Енді білмеймін, айтады ғой, кейбір адамдар айтады, неге рисковать етпейсіңдер? Ақшаларым бар ғой деп. Енді маған керек емес рисковать. Мен өз стратегиямен ойнаймын. Күнде 1-2 сағат ойнаймын. Асықпай, осылай ақшаны көтеріп. Зато мен басқа ойым жоқ. Ұтам ба, ұтпайым ба, бүгін шығара алам ба ақшамды, шығара алмайым ба. Уже мен біліп тұрмын. Мен шығара алам ақшамды. Өйткені мен ұтылдым кішкене, коэффициентті көтердім, тағы қойдым, тағы ұтылсам тағы коэффициентті көтердім. Осылай ұтам достар. Асықпай ойнасаңдар бәрі жақсы болады. Көрдіңдер ме? Ұттым. Тағы бір ставканы қоямыз. Так. Достар, осы комментарияны видеоның астына жазайықшы. Қалай сендерге ұнайма контентіміз вообще, ұнайма, жақсы көресіңдер ме? Осы сендерге көрсетіп отқан видеолар ұнаса, лайк басып кетіңіз, каналға тіркеліңдер достар. Бізге күшті болады, біз риза боламыз. Сендер біздің страницасымызға кірсеңдер, каналымызға тіркелсеңдер, лайк қосып, комментарий жазып, біз көреміз қанша адам бізді қарайды. Ұнайма біздің контентіміз, ұнамайма, көрдіңдер ме достар? Ұтылдым. Тағы қоям. Кешіріңіздер достар. Так, ары қарай ұтам ба, ұтпайым ба деген ойындарым жоқ. Көрдіңдер ме достар? Мен асықпай, сендермен сөйлесіп, ставканы қойып ойнаймын.
өз ұтылған ақшамды мен көтеріп алдым. Так, басынан 2000 теңгеге түсеміз. Осылай асықпай ойнауға болады, достар. Көрдің ме, достар? Бүгінге мен сендерге көрсеттім. Қалай ойнауға болады, күшті ма, күшті емес па? Осы бәрі бүгінге мен сендерге көрсеттім. Біз бәрі ойнап жатқан жеріміз ол бұл PokerDom. Ссылкасы видеоның астында болады. PokerDomның промокоды болады. Тіркеліңдер, достар. Ойнаңдар, бізбен болыңдар. Каналға тіркеліп, лайк басыңдар. Келесі кездескенше.